Мынау былтыр егілген жүзім. Міне мындан қырқып бір бүршік қалдырған болған. Содан өскендері. Былтыр 2024-тің көктемде сәуір айында егілді. Сигнальный жемістері. Сорт Купидон. Гүлдерінің өзі өте үлкен. Жемісін биыл беріп жатыр. Енді көреміз қандай болады. Жемісті өте көп қалдырған, себебі бұл жуандап баратыр. Сол себепті көп қалдырып отырмыз. Мұнда мынау Ведменный пальс деген сорт. Бұны да 2024-тің көктемінде егілді. Бұл да сигнальный беріп жатыр, жаман емес. Бұл да мына жерден міне қырқылған. Бір бүршік өсірілген бұлай қарай. Содан беріп тұрған жемістері. Мына жүзім, бұл Азия деген сорт. Бұл осы жылы егілді. Бұны сәл биіктен қырықтым. Бұл да болар болмас сигнальный бергісі келіп тұр, міне. Келесі жылы беретін шығар. Кишмиш Арарат. Бұл да 2024-тің көктемде егілді. Жақсы өсіп жатыр. Бұл да сигнальный. Білмеймін, түйеме түймейме, бірақ гүлдер бар азғантай. Осылай жағдай жақсы бұныңда. Мына жүзім Аркадия деген жүзім. Бұл осы жылы 2025-тің көктемде егілді. Сигнальный бергісі келіп тұр бұлда. Бірақ сабақтары жіңішке. Мына жерде азғантай гүлі бар. Қазір видеода көрінбей жатыр. Азғантай гүлі бар. Шырмауығында да азғантай гүлі бар. Сорт Аркадия. Виноград Капыда Луни дейтін жүзім. Көп жерде аватар деп атайды. Бұл да 2024-тің көктемінде егілді. Түбінен қырқып бір бүршік өсірдім. Бұл да бірақ сигнальный өте аз. Азғантай бар міне. Бұйырса жемісін көреміз. Ауру жоқ, жағдайлары жақсы.